2025 жыл өз мәресіне жетті. Қорытындылайық. Өңірде осы жылы не болды? 2025 жылы Атырау үшін фестиваль жылы болды. Басты фестивальдардың бірі Lotus Fest өтті. Lotus көлін көреміз деп барып, селфи жасап, сторис салып қайттық. Атырау бір сәтке туристік қала болып кетті. Биыл Атырау үшін өте жарық жыл болды. Неге десеңіз, биыл бізде LED экрандар көп салынды. Қалада түнде жүрсең өзіңді Атырауда емес, Times Square'де жүргендей сезінесің. Жаңалық көргің келсе, телефоннан емес, жол бойына қарасаңыз болады. Жолға келсек, біраз жолдар салынып, көптеген көшелер қайта жөндеуден өтті. Олардың қатарында қаламыздың қақ ортасындағы Сәтпаев даңғылы бар. Ең бастысы, биыл жөнделіп жатыр деген сөзді жөнделіп бітті деген сөзге ауыстыра бастадық. Тағы бір жаңалық, ақылды бағдаршамдар. Енді бағдаршам бізден ақылды. Ол қашан өту керектігін біледі. Ал біз әлі де үлгеремін ғой деп жүгіріп өтеміз. Кинотеатрларда көбейді. Бұрын фильмді таңдау қиын емес еді, себебі таңдайтын кино аз болатын. Қазір керісінше, фильм көп, қай залға, қандай киноға баратынымызды шатасып қаламыз. 2025 жылы Атыраудан Стамбул, Тбилиси, Баку, Милан және Ташкент секілді ірі халықаралық бағыттарға тікелей рейстер ашылды. Бұл өңірдің әуежайы үшін үлкен қадам. Болашақта әуежайдан Дубай, Амстердам, Лондон, Будапешт және басқа ірі қалаларға тікелей рейстер ашылуы жоспарланып жатыр. Европа, қарашы, бұл Атыраудың баласы. Спорт әлемінде де Атырау тағы да мақтанышқа бөленді. Оған себеп Европаны өзіне қаратқан біздің Темірлан Анарбеков. Киберспортқа да назар аударайық. Биыл өңірде Атырау Киберкап 2025 турнирі өтті. Оған көршілес мемлекеттерден ойыншылар да келді. Тағы да бірнеше қуанышты жаңалық. Атырауға Формула 1 трассасы, үлкен стадион, 5 жұлдызды ақжайық қонақүйі, президент саябағы, ірі спорт нысаны Texel Wellness Атырау салынады. Алғашқыларының құрылысы басталып кетті. Келер жылы қуанышты жаңалығымыз көп болсын, жаңа жылымыз құтты болсын.